қайсысы үлкен? Ертеде еншілері бөлінбеген 3 ағайынды жігіт болыпты. Олардың ондағы бар малы жалғыз өгіз екен. Бірақ оны өгіз емес, тау ма дерсің? Үшеуі еншілерін бөліп алып, бөлек тіршілік етейін десе, жалғыз өгізді 3-ке бөле алмайды. Ал сатып бөлу үшін өгіздің құнына мына дүниенің малы жетпейді. Сойып бөлейін десе, оған да қияр емес. Сөйтіп үшеуі қалай бөлісудің ебін таппайды, ақыры хан алдына барып бөлдіріп алмақ болады. Біз өгізімізді өзіміз бөле алмаспыз. Сондықтан хан бөлсе, соған бәріміз де разы болайық деп уәделеседі. Мұнан соң үшеуі өгізді хан ордасына қарай алып жүреді. Ең үлкені өгіздің басын жетелейді, ортаншысы ортан белінен, ең кішісі артынан айдайды. Сөйтіп келе жатқанда арттарынан бір салт атты жолаушы қуып жетеді. Жолаушы өгіздің құйрығынан ұстап, айдап келе жатқан жігітке амандасады да істің мәнісін сұрайды. Бұл жануарды қайда алып бара жатсыңдар? Өгіздің соңындағы жігіт жолаушыға болған оқиғаны бастан аяқ айтады да сөзін былай аяқтайды. Енді осы өгізді ханның алдына апарып бөлдіріп алмақпыз. Сіз осы жолмен жүре берсеңіз, менің ортаншы ағама жолығасыз. Соған менен сәлем айтыңыз, өгізді жылдамырақ айдасын. Бүгін хан ордасына жетіп қонайық. Жолаушы жігітке қош айтып, аяңдап ілгері жүре береді. Жолаушы шаңқай түс әлетінде мағанағы сәлем айт деген жігіттің ағасына келіп жетеді. Ол амандасып болған соң, артындағы інісі айтқан сәлемді жеткізеді. Содан кейін ілгері қарай жүре бермек болған, оны ортаңғы жігіт тоқтатып, өгіздің басын жетелеп бара жатқан ағасына өз сәлемін айтады. Ағама кешке қонатын мезгілде жетерсіз. Барған бойда айтыңыз, өгіздің басын тезірек жетелесін. Ханға түн болмай жетейік. Құдай үшін қатты ескертіңіз. Осыдан кейін жолаушы өгіздің созылған бойымен қабырғалап ілгері қарай жорта жөнеледі. Сөйтіп келе жатып, күн кеш болған шақта өгіздің басын жетелеген жігітке әрең жетеді. Жолаушы ортадағы інісінен түс кезінде шыққанын ойлайды. Бұл жігітке келіп, арттағы інілерінің сәлемін жеткізеді. Сол уақытта күн кеш болады. Жігіт өгізді тоқтатады да, бүгін не қылсақ та ханға жете алмаймыз деп сол жерге қонады. Ал әлгі жолаушы бұл жігіттің қасына түнемей, өз жөніне жүріп кетеді. Ертеңінде ағайындылар қара өгізді ханға қарай алып жүреді. Сөйтіп, азаптанып ханға жете алмай келе жатқанда, әуеден үлкен бір қара құс шүйіліп келіп, өгізді тырнағымен бүріп, көтеріп ала жөнеледі. Ағайынды жігіттер бір-біріне жолығысып, өгізден айырылдық деп жыласып, елдеріне қарай жаяу тарта береді. Әлгі қара құс өгізді алып аспанда қалықтап келе жатса, қарсы алдында қалың ешкі жайылып жүр екен. Қара құс осы ешкілердің ішіндегі бір үлкен серкенің мүйізі өгіз екеумізді көтерер деп ойлап, сол серкенің мүйізіне келіп қонады. Сол жерде ол өгіздің етін жеп, сүйегін тастап отырады. Бір кезде күн жауады. Ешкілер жаңбырдан ықтану үшін бір жерге жиналады. Осы ешкілерді бағып жүрген бақташы шал да әлгі қара құс қонып отырған серкенің сақалының астына кіріп жайғасады. Сол кезде шалдың көзіне шөп түскендей болады. Артынша көзі шаншып ауырып жасаурай бастайды. Жаңбыр басылғаннан кейін шал ешкілерін айдап ауылға келеді. Содан күні-түні ұйықтатпай ауырып мазасын кетірген соң, көзіне түскен шөпті алдыру үшін ауылындағы емшіні шақыртады. Ақыры 40 қайықшы, 40 кемеші келіп, шалдың көзіне түсіп, жанарын жүзіп жүріп қарайды. Бұлардың бәрі көз шарасын теңізше шарлайды. Әйтсе де шалдың көзіне ешқандай зақым келтірмейді. Қайықшылар мен кемешілердің шалдың көзіне жүзіп жүріп
көзге түскен шөпті іздейді. Алайда олар көз ішінен өгіздің бір жауырын сүйегін тауып алып жерге тастайды. Сөйтсе, шалдың шөп дегені алып қара құстың үлкен өгізді жеген кезде тастаған жауырын сүйегі екен. Оның қалай көзіне түскенін шал сезбей қалыпты. Сүйекті алып тастаған соң шал құлан таза жазылады. Көзіне түскен сүйекті алып тастаған кісілерге көп сыйлық беріп разы етіпті. Ісшілер де ризалықпен ауыл-ауылына қайтыпты. Сол заман халықтың тұрақтамай көшіп жүретін заманы екен. Бір жерден екінші жерге көшіп бара жатқан бір тайпа ел түн ішінде бір тақырға жетіп тоқтайды. От жақсақ өрт шығып кетер десіп, олар сол жерде түнеп қалыпты. Түннің бір мезгілінде жер өз-өзінен дірілдеп қозғала бастайды. Бұл жағдайға ел шошып, жер әлем дүрлігіп кетеді. Қырылмай тұрғанда басқа жаққа көшіп кетейік деген олар жалма-жан арбаларына аттарын жегіп жөнеп кетеді. Бұлар таң атқан соң барып бір жерге келіп тоқтайды. Бәрі жиналып, қорыққандарынан құрбандық шалады, қайыр садақаларын беріп, тарасқан соң қариялары бас қосып, түнде не болды екен? Осының мән-жайын білуге елден 40 кісі жіберейік деп ақылдасады. Сонымен олар шабармандарын түндегі қозғалған жерге жібереді. Жіберген кісілер келіп қараса, түндегі ел қонған қара тақыр дегендері сол баяғы өгіздің үлкен жауырыны болып шығады. Жауырынды бір түлкі кеміріп жатыр екен. Мұны көрген 40 кісі хайуанды қуалап жүріп, соғып алып, терісін сылады. Терінің үстіңгі жағын іреп болған соң, астын аударып, үреу үшін 40-ы бірігіп, орнынан қозғалтпақ болып әрекет жасайды. Бірақ күштері жетпейді. Сонымен бұлар түлкінің терісін алып ауылына қайтады. Елге келген соң қарияларын жинап көрген-білгендерін жеткізеді. Сонда бір жас келіншек былай дейді: «Қайын ағалар, әкелген теріні маған сыйлаңыздаршы. Мен мына інілеріңізге бөрік тігіп берейін». Келіншек осыны айтып, алдында отырған жас баласын жоғары көтеріп көрсетеді. Қариялар теріні келіншекке береді. Әйел риза болып үйіне оралады. Дереу үлгі пішіп, баласының басына бөрік тігейін деп шамалап қарайды. Теріден балаға бөрік шықпайтын көрінеді. Жарты шекесіне ғана зорға жетеді екен. Содан кейін әйел манағы теріні әкелген 40 қайын ағаларына барады. «Қырқыңыз барып алып келген терілеріңіз менің баламның жарты шекесіне ғана жетті. Енді осы терінің қалғанын алып келсеңіздерші, балама бөрік тігіп берейін» деп өтінеді. Бұл әйелдің сөзінен 40 кісі ұялып қалады. Олар: «Біз сойған түлкінің астыңғы жақ терісі өзінде қалып еді. Шамаң жетсе, соны өзің барып сойып ал» дейді. Қайын ағаларының бұл сөзін естіген әлгі әйел баласын құшақтайды да қолына пышақ алып кете барады. Сол бетімен ол түлкіні іздеп табады. Сирағынан ұстайды да аударып жіберіп, жарты терісін іреп сыдырып алады. Содан үйіне келіп теріні илеп жұмсартады. Ол осылай баласына бүтін бөрік тігіп береді. Сонда салт атты жолаушы өгіздің арт жағынан таңертең шығып, бас жағына кешке таман әрең жеткен өгіз үлкен бе? Жоқ, өгізді де, қара құсты да мүйізімен көтеріп тұрған серке үлкен бе? Әлде бір көзіне 40 қайықшы, 40 кемеші кіріп, жүзіп жүріп, көзіне түскен жауырынды алдырған ешкі бағып жүрген шалдың көзі ме? Әлде өз үлкен бе? Яки болмаса алып түлкінің терісі бөрікке зорға жеткен бала үлкен бе? Әлде сол баланы дүниеге әкелген әйел үлкен бе? Міне осыны ойға салып, салмақтап көріңдерші балалар, қандай түйін шығады екен.